Біздерге қараңдаршы, қонақтар келіпті. Кәні орнымыздан тұрамыз. Амандасып алайықшы, кәне. Кәні қонақтарымыз амандасып, сәлематсыздар ма? Аха. Отыра қойыңдар. Оқушылар, бүгінгі біздің тақырыбымыз үлкен кіші. Айналамызға қарайықшы, міне. Мұнда бізде үлкен ғарышкер тұр. Мұнда кіші ғарышкер. Мына жерде үлкен планеталар мен кіші планеталар тұр екен. Ал мынау бізде үлкен зымыран. Сендердің алдыларында сандықша тұр. Соның ішіне тапсырма орындаған сайын тыйым берем. Жұлдызша бейнеленген әр тапсырманы дұрыс орындасаңдар, осындай тыйымдарды жинаймыз, е? Дайынсыңдар ма сабаққа? Иә. Бірінші ғарыш әлемі бейнежазбасын көріп алайық. Сосын барып қызықты тапсырмалар орындаймыз. Бейнежазбаны мұқият қараймыз. Қараңдар. Иә, зымыран ғарышқа ұшатын көлік. Қандай керемет? Алан, зымыран қай жерден ұшады? Қазақстанда Байқоңыр айлағы бар. Зымырандар ғарышқа сол жерден ұшады. Ғарышкерлер жайлы қызықты мәліметтер бар. Ғарышта ғарышкерлердің бойы 4-5 сантиметрге дейін ұзарады. Тағамды ғарышкерлер тек түтікшелерден ішіп, сұйық түрінде қолданады. Ғарышкер арнайы жеуге жарайтын тіс пастасын қолданады. Өте қызық екен. Рахмет, Сият. Алан, балалардың барлығы ғарышкер болғысы келеді. Менің де арманым ғарышкер болу. Ғарышкер бар ма екен бейнежазбада? Жарайды, бүгін біз ғарыш кемесімен ұшып, қызықты тапсырмалар орындаймыз. Жарай ма? Зымыранға бару үшін секіріп, өтеміз. Кән секіре ғой. Ой, жарайсың ғибрат, мына жерге тұра ғой. Иә, зымыранның қасына кел, және секіреміз бірге. Кәні, неға тұр, артқа қарай. Секір. Аха. Ой, жарайсың. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жарайсыңдар, балалар. Ғарышқа саяхаттауға дайынсыңдар ма? 1, 2, 3, қарандар. Ой, жарайсыңдар. Отыра қойыңдар. Балалар, біз қайда келдік? Ғарышқа келдік, жарайсың ғибрат. Енді балалар, бізге ғарышкердің тапсырмалары бар екен. Дайынсыңдар ма қызық тапсырма дайындауға? Қарандар. Сәлеметсіңдер ме балалар? Мен ғарышкер Тоқтар Әубәкіровпын. Оқушылар, мен сендерге қызықты тапсырмалар дайындап қойдым. Тапсырмаларды орындауға дайынсыңдар ма? Ендеше бірінші тапсырма дидактикалық ойын күні жүйесі. Бүгін біз үлкен және кіші ғаламшарларды жинайтын боламыз. Өткен сабақта біз үлкен кіші тақырыбын өттік қой. Енді сол бойынша ғаламшарларды күн жүйесіне жинаймыз. Дайынсыңдар ма? Иә. Дайынсыңдар ма? Міне, мына алдарыңа қоям. Бірінші балалар. Міне, мынау бізде не? Балалар қарандар. Мынау не бізде? Күн. Түсі қандай күннің? Ғибрат. Түсі қандай? Көк. Сары. Аха. Енді ғибрат. Мына жерде қайсы үлкен ғаламшар? Аха. Ала ғой, біреуін ал. Тұра ғой. Келе ғой мұнда. Күннің жүйесіне ғаламшарларды жинаймыз. Оң жаққа үлкен ғаламшарларды, сол жаққа кіші ғаламшарларды. Кел, көмектесейін мен саған. Ұста. Ой, жарайсың. Кел, отыра ғой. Айдана, тұр. Кел мұнда. Қара. Кішкентай ғаламшарды тапшы. Кішкентай. Ой, жарайсың. Келе ғой, ала ғой, ал. Ұялмаймыз, біздің айдана дейтін ұялып қалады осылай. Кел. Ал біз кіші ғаламшарларды күн жүйесінің сол жағына жинаймыз, иә? Ұста, бірге саламыз, кән. Ой, жарайсың. Отыра ғой. Келе ғой, және. Қараш, үлкен ғаламшарды тапшы, үлкен қайсысы?
Және маған қара, үлкені қайсысы? Міне. Мынау. Ой, жарайсың, келе ғой. Күн жүйесіне қояйық, қасына кел. Не, мына жерге сал. Кел, мен саған көмектесем. Ұста. Аха. Ой, Жанияның үлкен ғаламшары қандай күштет, е? Келе ғой. Үлкен, кіші ғаламшар қайда? Кішкентай. Жарайсың, келе ғой. Мында. Үлкен ғаламшар қайда? Қайда үлкен? Үлкені. Жоқ, үлкені қайда? Ала ғой, ал қолыңа. Міне. Жоқ, оны емес. Оларды неқа қоя ғой? Ма. Ұста. Келе ғой. Кішкентай ғаламшар қайда? Кішкентай. Және, қара мында. Кішкентай ғаламшар, міне. Ала ғой. Аха, кел. Ой, жарайсың, Айдана. Кішкентайларды қайда қоямыз біз? Мында қоямыз, қара. Міне мына жерге сала ғой. Аха, сал. Аха. Ой, жарайсың, Жания. Ғибрат, үлкені қайда? Қайсысы үлкен? Кел, орнына сал. Айдана, ала ғой. Келе ғой. Үлкендерді мұнда жинаймыз. Сала ғой. Жарайсыңдар, балалар. Енді кәне санайықшы. Отырып, менімен бірге санаймыз. Кәні? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, күнімізбен 9. Жарайсыңдар, балалар. Осы тапсырманы орындағандарың үшін сендерге бір тиыннан берем. Кәні сандықшамызға салып қояйық тиынымызды. Кәні? Ма, сала ғой. Мынаған сал. Және, ма, ашып берейін ма? Не сала ғой. Жарайсыңдар, балалар. Келесі тапсырма орындауға дайынсыңдар ма? Тыңдайық, қане. Жарайсыңдар, балалар. Келесі тапсырма дидактикалық ойын телескоп. Телескоп дейді, кәне? Біз телескоп арқылы, балалар, жұлдыздарды көреді екенбіз, е? Жұлдыздардың үлкені болады, кішісі болады, е? Соларды, кәне, телескоп арқылы көрейікші? Иә, көрсетем, қазір, қара. Міне, мына жерде бізде қараңғы аспан берілген, е? Мынау біздің телескопымыз. Осыны салып, кәне? Мына не? Күн. Иә, осылай үлкен және кіші ғаламшарларды табамыз, жарай ма? Мен қазір суретін көрсетіп тұрам сендерге. Айдана, мә. На. Қызық бекен? Иә, на. Қараңдар, балалар. Телескоптарың арқылы зымыранды табындашы, кәне? Зымыран қайда? Ой, жарайсың, Айдана жарайсың. Келе ғой. Сал. Зымыран қайда? Жания, зымыран қайда, зымыран? Ане, саған ғибрат көмектесіп атыр, я? Тұстай ғой мына жерінен. Аха, жарайсыңдар. Келесі бізде кішкентай планетамыз қып-қызыл Марсты табындашы, кәне? Кәне, ғибрат, таптың ба? Таптым. Кәне, Айдана? Жарайсың. Ой, Жания молодец, жарайсың. Енді кішкентай сары жұлдызымызды табайық. Қайда сары жұлдызымыз? Таптым. Ғибрат бірінші тапты. Жұлдыз қайда, жұлдыз? Жания өз орында айт, кәне? Аха, жарайсың, Айдана. Келесі бізде үлкен планетамыз, ол бізде Уран. Көк түсте. Қайда? Үлкен планетамыз. Аха, жарайсыңдар. Ой, қандай зерек едіңдер. Кел, мен саған және көмектесейін. Ұста. Ұстай ғой. Ұста. Аха, былай жылжытамыз телескопымызды. Таптың ба? Иә. Ой, балалар. Мынау не бізде, ғибрат? Күн үлкен екен, я бізде? Қандай түсі қандай? Таптым. Түсі қандай?
Көк. Сары. Айдана түсі қандай? Аха, жарайсың. Әкеліңдер, жинаймыз. Мен сендерге орындағандарың үшін қазір тиын берейін ме саған? Жания, салып қоясың ба сандығыңа? Ма? Сала қой. Жания. Айдана, жарайсың. Балалар, келесі тапсырмаға дайынсыңдар ма? Келесі ғарышкер бізге қандай тапсырма берді екен? Қосайын ба, Жания? Дидактикалық ойын зымыран. Біздің қазіргі тапсырмамыз зымыран. Оны біз өзіміз қалай ұшыратынын қазір көрсетем. Жарай ма? Ғибрат, бере ғой, мен саған түсіндірем. Қара, мына жерде бізде жер, я? Мынау бізде кішкентай ғаламшарлар, ал мынау үлкен ғаламшарлар. Осы міне кішкентай зымыранымызды кішкене ғаламшарлар арқылы түсіне қарай қосып, үлкен ғаламшарымызға апаруымыз керек. Көк түсті аламыз, көк планеталарды бір-біріне қосып, үлкен ғаламшарымызға апарамыз. Е? Ұстай ғой. Ұста. Қызыл түсті қосамыз, қара. Бұлай ұста. Міне. Е, қызылға апарамыз не? Бұлай ұста. Аха. Зымыранды үстіне қоясың. Осылай қосасың. Аха, жарайсың. Кәні көкке апар. Көкке алып кел. Аха. Алып кел мұнда. Үлкен ғаламшарға алып кел. Жарайсың. Енді қызыл түсті аламыз, қара. Зымыраныңды қойып ал. Үлкен ғаламшар. Ой, жарайсың. Міне, сарыны қос енді. Айдана. Сарыны қос. Қане? Келесі бізде, қара, көк түсті аламыз. Көк ғаламшарларымызды қосып, үлкен ғаламшарға апарамыз, кішкентай ғаламшар арқылы, я? Қара, ұстай ғой. 1, 2, 3, 4, 5. Жарайсың, Жания. Енді мынаны қоя ғой, сары түсті берем мен саған. Сенде сары түс қалды енді. Ой, Ғибрат, өте зерек бала екенсің сен, я? Барлығын өзің орындадың. Жарайсың. Айдана, болдың ба сен? Кәне? Өзің қоса ғой. Аха. Сары қайда тағы? Аха. Ой, жарайсың. Әкел бесті. Әкел бесті. Кел. Карандашың басы қайда? Әкел. Кәні фломастерлерімізді жинаймыз. Фломастерлерімізді жинаймыз. Жарайсыңдар балалар. Кәне көрсетейікші. Қосқан зымырандарымыз, сызықтарымыз көрсетейікші. Қонақтарға қалайсың сен кіші планеталарға қалай апардың? Айдана, кәні апайларға көрсет, кәні. Қалай зымыранды күшті қып ұшырғаныңды көрсетші? Жарайсыңдар балалар. Осы тапсырманы орындағандарың үшін сендерге қоржындарыңа тағы да тиындар. Ғибрат, өте жақсы орындап жатсың. Бейнежазбаға қараймыз. Бірге қайталап орындаймыз. Кәні? Кәні, Айдания? Кәні, Жания? Кәні, жарайсыңдар? Жания, жатса, өсай ғой. Жарайсыңдар балалар. Бір сергіп қалдық, я? Біздің ғарышкеріміздің тағы да қызықты тапсырмалары бар екен. Оқушылар, қызықты практикалық тапсырма суретті бояу. Бізде, я, суретті бояймыз, бірақ ерекше тәсіл арқылы бояймыз, балалар. Біз бүгін суретті қылқаламмен емес, карандаштармен емес, біз фольгамен және де үрілген пакеттің ішінде ауа толып тұр. Осы арқылы біз үлкен ай мен кіші жұлдызды бояйтын боламыз. Дайынсыңдар ма?
Бізде бұл үлкен ай, мынау кіші жұлдыз. Осыны қазір бояйтын боламыз, қарандар. Бірінші, Ғибрат қара. Үлкен айымызды, міне, фольганың көмегімен бастырып шығамыз осылай. Ал кішкентай жұлдызымызды ауа толтырылған пакетпен бұлай бояп шығамыз. Жарай ма? Мынау сенікі. Мынау сенікі, және. Енді қара. Ұста. Сары мен жұлдызды бояймыз, балалар. Ұста. Ұста. Аха. Енді боя. Жұлдызды. Сары мен жұлдызды бояймыз. Аха. Жарайсың, Ғибрат. Бастыр мынаған. Ұста. Аха. Айдана жарайсың. Ой, қандай суретші едің сен. Күшті шығып атыр сенің айың. Кәні? Әдемі болып шығып атыр. Айды боя, айды. Мынан ортасын боя, мынан ортасын. Аха. Міне бастыр. Және, бұлай бастырамыз. Міне Жанияның суреті. Келе ғой, тақтаға ілеміз жүр. Жүр, бірге ілеміз, тұра ғой. Тұр. Таста. Жүр. Ұста суретіңді ұста. Аха. Ау, ілеміз ба? Қолыңа бояма, Айдана. Ауызға салға болмайды красканы. Вай, күштісін ай, Жанияның. Айдананың апайларға көрсет. Ұста, қазір суретті қолың сүртеміз. Көрсет. Ғибрат, тұр. Тұра ғой, көрсет. Қонақтарға, тұр. Ұста. Ғибрат, жарайсың. Келе ғой. Кел тақтаға ілеміз, балалар. Келіңдер. Бер кел. Айдана, келе ғой, отыра. Қазір сабақ біткесін барлығын бер жерем қолдарыңа. Жүре ғой, жүр. Отыра ғой орныңа. Ерекше тәсілмен сурет бояға ұнады ма сендерге? Иә. Біз үлкен айды, қазір қосам. Кіші жұлдызды боядық, иә? Балалар, қараңдар, тақтаға қараймыз. Айдана, қараймыз. Ғибрат, Жания. Қараймыз, кәне. Кім зерек? Дидактикалық ойыны. Кім зерек дейді? Кәне, қайсымыз зерек екен көрейікші, иә? Балалар, қараңдар. Мындай қызықты ойын дайындап қойыпты бізге ғарышкер. Мында үлкен заттарды, мында кіші заттарды. Мен қазір заттардың атын айтам, ғаламшарлардың, соны бірге сәйкестендіреміз. Жарай ма? Жания, ұстай ғой. Айдана. Балалар, ғарышкер, қайда ғарышкер? Ғарышкер мен ғарышкер сәйкестендірейікші, кәне? Жания, ғарышкер мен ғарышкер сәйкестендір. Бұраймыз, кәне? Айналмалы дискімізді бұраймыз, кәне? Кел, ұстай ғой. Не болды? Жасағын келмей қалды ма? Кәне, Айдана? Ой, жарайсың. Кәне, көрсетші? Жарайсың, Ғибрат. Келесі бізде үлкен жұлдызбен кіші жұлдызды сәйкестендірейікші, кәне, балалар. Айдана? Аха. Жұлдыз қайда, міне? Жұлдыз. Ғибрат өзі сет. Зымыран. Ғибрат, жарайсың. Кел, Жания, міне. Зымыран, үлкен зымыран, кіші зымыран. Е? Ең соңғы қарандар. Күніміз қайда біздің? Күніміз қайда? Күн, үлкен күн, кіші күн. Жарайсың. Сол үшін сендерге бір қиыннан берем. Ұстай. Өте жақсы. Балалар, енді бізде соңғы қызықты тапсырма бар. Айдана, Ғибрат, қараймыз. Тыңдайық. Ғибрат. Жарайсыңдар, сендерге соңғы тапсырма. Ғарыш. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылап, мына дидактикалық тапсырмамызды орындайық. Келе ойындар, кәнекей. Мында тұрамыз.
Үлкен және кіші планеталарға сенсорлы қапшықтарымызды саламыз, жарай ма? Кел, Айдана. На. Юфта. Лақтыру арқылы саламыз, жарай ма? Қасына барып емес. Кәне, үлкен планетаға салшы. Қайсыға, мынаған саласың ба? Давай, сал. Ой, жарайсың. Енді кішісіне салып қара. Қайсыны саласың? Ой, жарайсың, Ғибрат, отыра ғой. Ой! Тағы да лақтыр. Мында лақтыр. Ой, жарайсың. Тағы да лақтырасың ба? Лақтыр. Лақтыра ғой, лақтыр. Ой! На. Ал. Ұрмаймыз балалар бір-бірімізді. Ой! Орында отырып сала береміз, да? Ғибрат, енді сен біреуін сал. Тұр, Ғибрат, орнынан тұра ғой. Кән, сен жігітсің ғой. Қайсыған саласың? Ой, жарайсыңдар балалар. Жаня, лақтырасың ба? Мында лақтырасың ба? Кел, ұста. Кәні? Мында лақтыр мында. Кән, кел. Бірге саламыз, кел, давай. Хоп, тағы да біреуін лақтыр енді. Татыр. Айдана, сен өзіңдікін орындадың. Кел. Қайда саласың? Лақтыр. Ой, жарайсың. Бар, Айдана, орныңа отыра ғой. Біреуін лақтыр. Айдана лақтыр. Кәні? Болды, жарайсыңдар балалар. Тапсырманы орындағандарың үшін соңғы тапсырмаға қиын берем сендерге. Тағы да сандықтарыңа салып, қоржындарыңа жинаңдар, не? Ғибрат, жарайсың, өте жақсы лақтырдың, не? Балалар, сендерге сабақ ұнады ма? Енді қиынымызды санайық шыққане. Мен көрсетіп тұрам, сендер санайсыңдар. 2, 3, 4, 5. Ғибраттың қоржынында 5 тиын екен. Кел, Жаня, екеуміз санаймыз, қара. Маған қара. 1, 2, Жаня, 3, Жаня, 4, Жаня, 4, 5 тиыны бар екен Жаняның, жарайсың. Жарайсыңдар балалар, барлықтарың сабаққа жақсы атсалыстыңдар. Енді бүгінгі сабақтан көңіл күйлерің қандай болды, қандай әсерде болыңдар. Міне, тұратыр, Ғибрат, міне, Ғибрат. Зымыранды былай жылжыту арқылы бүгінгі көңіл күйлеріңді көрсетіңдер. Мұнда ашулы екен, мұнда көңілге өте күшті екен, е? Кән, көрсете ғой. Айдана, жылжыт. Киіп отыр. Қазір ұшамыз үйге қарай. Жылжыт, давай. Ұста. Қандай көңіл күйің? Мынау ма? Әке жылжытып берейін. Қайсы? Мынау ма? Жарайсың. Кәне, көрсете ғой. Кәні бүгін көңіл күйін көрсете ғой. Жаня? Көрсете ғой. Ғибрат, көрсет кәні бүгін көңіл күйіңді. Мынау ма? Уай! Ғибраттың көзінен жұлдыздар шығып тұр екен кәні. Айдана, көрсете ғой кәні, тұра ғой, тұр. Көрсетші, Айдана. Жарайсыңдар балалар. Енді біз қайтадан мектебімізге оралуымыз керек. Кәні, бастарыңа киеміз. Кел ғой, жүріңдер. Кел, мында келіңдер. Кел, қайттан сыныпқа келуіміз керек. Әйтпесе біз ғарышта қалып қоямыз. Кел, Айдана, келе ғой. Балалардың барлығы ғарышкер болғысы келеді. Келдер. Кел. Ұшамыз. Кел, Ғибрат. Ұшамыз.
Жарайсыңдар. Міне балалар, мектебімізге де келдік, е? Жарайсыңдар балалар, отыра қойыңдар. Бүгінгі тақырыбымызға байланысты үлкен кіші дамытушы ойыны және ғарышкер бізге жазу дәптерін беріп жіберіпті. Ма. Ұстай ғой. На. Жарайсың Айдана. На.